Балам, сен ең дұрысы мұғалімдікке түссең. Тұрақты, таза, ыңғайлы жұмыс қой. Сұраныс та бар ол жұмысқа. Мұғалімдікке түскенің жақсы болатын еді балам. Балам оқы, дәрігерге оқы. Жалақысы жақсы, болашағы бар мамандық. Оқы балам. Ал балаларына ұбытуға уақыт жақындап қалып, бас аяғы бір ай ғана уақыт қалып, не күтіп жүрсіңдер, неге дайындалмайсыңдар? Кімге сеніп жүрсіңдер? Ал Ислам қандай мамандық сенікі? Білмеймін. Әлі шешкен жүрсің ба? Мына Руслан болса айтыға түсем деп уже дайындалып жүр қаншама уақыттан бері. Сен болсаң әлі шешпей отырсың, қайда қарасың, әлі білмей отырсың. Ислам, сонымен сен әлі мамандық таңдаған жоқсың ба? Жоқ, Руслан, әлі таңдамадым. Балалар, зауыштан келе жатырмын. Алда ұбытыға бір ай ғана уақыттарымыз қалды. Неге дайындалмағансыздар? Мәселе міне аям. Дәрігер саласына барам деп жатыр. Ақынен спорт саласына барам дейді. Жан сезім музыка саласына барам дейді. Руслан әншіға барам дейді. Барлығы мамандықтарын таңдаған. Ал Ислам, сіз әлі таңдамапсыз. Қашан дайындайсыз? Дайындаласыз, міне ұбыты бітуіне бір ай ғана уақыт қалды. Неге бәрі біледі де, мен ғана білмеймін. Неліктен менің таңдауым басқа біреулердің шешімі болу керек. Неліктен бәрі менің орныма шешім қабылдағысы келеді. Неге бәрі өз қалауларын айта береді. Сен жалғыз емес, өз жолыңды бірге табайық.